Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Бүгін біз әлем симуляция ма, әлде шындық па деген тақырыпты қозғайтын боламыз. Егер біздің өміріміз симуляция болса ше, ал шындық біз бақылаған кезде ғана пайда болса. Алдымен гипотезадан бастайық. Біздің өмір сүріп жатқан әлеміміз симуляция болуы мүмкін бе, қалай ойлайсыздар? Кейбір ғылымдар мен философтар біздің әлемді шынайы емес деп тұжырымдайды. Мысалы, 2003 жылы Ник Простан трилемманы ұсынады. Және осы трилеммаға сене отырып, Илон Маск, егер біз симуляцияны оңай жасай алсақ, біздің шынайы өміріміз 1000-1 ғана деп есептейді. Яғни оны қарапайым былай түсіндірсек болады. Егер біз бір күнімізді, бір толық күнімізді өзіміз ойдан құрай алсақ, біз онда симуляцияда өмір сүріп жатырмыз. Мысалы, ойын ретінде алсақ, иә, ойын ретінде. Сонда біз компьютердің ішіндегі ойынның негізгі кейіпкерлеріміз, иә? Ондай болса біз симуляциядағы аватарларымыз деп алсақ болады. Онда біздің денеміз құрал, ал санамыз негізгі бақылаушы болып табылады. Мен солай түсініп отырмын. Қалай ойлайсыздар, егер адам бір күні виртуалды әлем жасай алса, біз ол әлемде бақылаушы боламыз ба, или жаратушы боламыз ба? Егер реалды виртуалдыны адам жасаса, біз жаратушы боламыз. Ал егер әлем бойынша біз симуляциялық кезеңде болсақ, онда біз оның ішіндегі бақылаушы ретінде қабылданамыз. Енді осы орайда бақылаушы деп айтып отырып қой жаңағы, осы кезде физикадағы бақылаушы эффектісі туралы қалай айта аламыз? Бақылаушы эффектісі дегенді қарапайым түрде былай алсақ болады. Мысалы, фотонды біз бақылаған кезде ол бөлшекке айналады. Ал егер бақыламаса, яғни бақылаусыз күйде болса, ол толқындар ретінде жүріп тұрады. Сонда сіз айтқандай, бақылау эффектісінде бақылаушы адам емес, негізгі құрылғылар болады, иә? Яғни құрал ретінде саналады, иә. Психологияда мындай нәрсе бар. Біз неге көп назар аударсақ, соны көп көреміз. Біз өз шындығымызды өзіміз құрастырамыз деуге болады. Ал біз өз шындығымызды өзіміз құрастыратын болса, демек біздің өміріміз, алға қойған яғни армандарымызды қалай айта аламыз? Армандар жалпы ойдан құралған. Ал ойды біз мидан шығарамыз. Мидың 3 қозғалысы бар, яғни альфа, бета және тета. Яғни осы біз тета күй арқылы армандаймыз және қиялдаймыз. Яғни біздің армандарымыз мистика емес. Ал онда армандардың орындалғаны кездейсоқ емес деген сөз. Біз өзіміз байқамай дұрыс шешім қабылдап, іс-әрекет жасап, нәтижесінде армандарды аяқ асты орындалғанда көреміз. Мысалы, мен қазір оқуға түсуді армандасам, сол жолдағы менің еңбектерім, жоспарларым, ертең оқуға түскен күнім өзімнің кездейсоқ арманым орындалғанда болуы мүмкін, бірақ бұл мені осы жолдағы қадамдарымның нәтижесі деп айтуға болады. Яғни адам әрекетінен пайда болған нәтиже, иә? Солай. Сонда біз бұрын армандаған, мысалы, біз ақылды үйлерді, техникалардың неше түрлі заттарды армандадық, иә? Бұрын армандаған заттарымыз қазір біздің көз алдымызда болып жатыр, барлығы жаңадан шығып жатыр. Бұның барлығы сонда біздің армандарымыздың біртіндеп орындалғаны болып саналады. Ал менің ойымша жалпы арман болатын оқиғаны ол тек алдын ала тек қана симуляциялау емес, бұл жерде негізі татылыстан бар деп есептеймін. Яғни адам не нәрсені ойлайды, сол нәрсені өзіне тартады деп. Ал жалпы келесі бізде айтып өтетін болса, сіз жаңа айтып өткен Ник Бостромның трилемма туралы өзіңіздің нақты айтып өтсеңіз оның туралы. Бостромның жалпы 3 нақты тұжырымы бар. Біріншісі ол адамзат ешқашан супер технологияға жете алмайды. Екіншісі ол жеткен күннің өзінде біз симуляцияны атқармаймыз. Үшінші, немесе біз симуляцияда өмір сүріп жатырмыз. Сонда қалай ойлайсыздар, барлық әлем біздің армандарымыздың симуляциясы болуы мүмкін бе? Или олай ма? Ғылыми тұрғыда адам ешқандай әлемге қатыса алмайды, бірақ адам тек ол әлемде бақылаушы, қатысушы ретінде рөл атқара алады. Ал қазіргі таңда ғылыми негіздемесі өте аз болғанымен, әлемнің симуляция болу мүмкіндігін фантастикалық тұрғыда қалай жеткізе аламыз? Әлем
симуляция болуы мүмкін. Немесе біздер миллиардтан бір реалды шынайы өмірде өмір сүріп жатырмыз деуге болады. Және қазіргі таңда фантастика болғанмен ғылым мен сананың жұмысы біздің әлемнің көшірмесін жасауы мүмкін. Ал мен өз ойымды айтатын болсам, әлем симуляция болуы мүмкін деген жаңағы біз ғылыми жаңалықты фантастикаға келіп айналдырып отырмыз ғой. Ал егер симуляция көп болады деп есептесек, біз соның нақты бастысында өмір сүріп жатырмыз деп ала аламыз. Және бізден бөлек параллельді әлем бар деп есептейміз. Жалпы енді бүгінгі тақырыптарымызды қорытындылай кетсек. Осы ақпараттарды қорытындылай келе мен өзімді шын реалисті әлемде өмір сүріп жатырмын деп есептеймін. Мен де жалпы бүгінгі тақырыпты қорытындылай келе астрономның айтқан тұжырымдамасына келісемін. Себебі мен нағыз шынайы әлемде өмір сүріп жатырмыз дегенге сенемін. Ал мен ол өзім айтып отқандай фантастикаға сенемін. Мүмкін біз симуляциядамыз, мүмкін жоқ. Бірақ бір нәрсе ғана анық. Біз қалай жоспарлаймыз, солай өмір сүреміз. Біз өз өміріміздің жасаушысымыз, ал әлемнің бақылаушысымыз. Бұл сұрақтың ғылыми жауабы нақты өзіңіздің қиялыңызға байланысты. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.